пайғамбар алейхиссалам өмірбаяны жайында үйрететін сабаққа біздер қатысқан кезде, тіпті оны естіген кезде сіз оған көмектескіңіз келіп кетеді. Әттең-ай, қане мен пайғамбар уақытында өмір сүргенімде ой, пайғамбарға мен көмектескен болар едім деген ойда болсаңыз, бізге ұстаздарымыз айтатын, бауырым, ондай ойға кетпеңдер. Егер сен тірі болғанда дейді, пайғамбар саған спонсор болар еді дейді. Егер сен пайғамбар уақытында тірі болғанда, пайғамбар саған көмектесетін адам болатын еді дейді. Өйткені пайғамбар алейхиссалам негізінде байдың баласы. Пайғамбар алейхиссаламның аталарының бәрі байлар болған. Әлеуметтік жағдайы өте жоғарғы деңгейдегі байлар болған. Пайғамбар алейхиссалам осы мал дүние жағынан да өте қарамай жолды ұстанды. Өйткені хадисінде келеді, маған Ухуд тауының дұға жасасам, Ухуд тауы алтынға айналатын жайында маған ұсыныс түсті деді. Бірақ мен айттым, маған ол дүние керек емес. Сол кезде Айша анамыз, я Расулалла, осы дүниені кішкене бір пайдаланбадық па деп айтқанда, я Айша, сен қалай ойлайсың? Ұзақ сапардан бір адам келе жатқан болса, бір талдың астында отырып кішкене тынығып алайын деп отырған болса, қайтадан сапар ұзақ жүріп кеткен болса, сол талдың астында отырған секілді, мына өмірдің тоқтаған жері сол деді. Мына өмір сондай ғана уақыт деді. Ол жерге мәңгі тұратындай ондай байлықтың керегі жоқ қой деді. Пайғамбар алейхиссалам мал дүние жағынан да осындай ұстанымда болды. Үйінде ешқашан динар, дирхам ұстаған емес. Сүйікті қызы Захра Фатима анамыз күндердің күнде бір тәтті нан пісіріп, сол нанды пайғамбар алейхиссалам апарып береді. Әкетай, әдемі нан пісірдім, сол бірінші сізді жегеніңізді қалатын деп үйіне алып келген кезде, пайғамбар алейхиссалам айтқан, қызым, алып келгенім жақсы болды, 3 күннен бері ешнәрсе жеген жоқпын деді. Дәл осы риуаятты естіген кейінгі табиғилар сахабалардан сұрайды, сонда Расулалла қалай өмір сүрді дейді. Пайғамбар алейхиссалам сахабалар жеткізді, 2 қарамен өмір сүрген деді. Біріншісі қара құрма еді, екіншісі қара су еді дейді. Ол дегені, бұл пайғамбар алейхиссалам кедей болған емес, Расулалла алейхиссалам бай болған. Бірақ бұл жомарттықтың белгісі еді. Үйінде ешнәрсе ұстаған емес. Адамдарға үлестіру жағынан сахабалар ешқайсы пайғамбар алейхиссаламға жете алмады дейді. Адамдардың қажетін өтеу жағынан ол кісі алдына жан салмайтын. Ешқашан пайғамбар алейхиссалам өзін аяған емес. Күндердің күнде пайғамбар алейхиссалам сол өзіне үйіндегі нығметтерді адамдарға үлестіріп берілді. Мұны естіген көрші ауылдың адамдары да келе бастады. Пайғамбар алейхиссаламның алдына келіп, қараса үйіндегі заттар үлестіріліп қойған, алатын беретін ешнәрсе жоқ. Жаңа сахабаның жүзінен көрінді дейді, ол кісі кішкене болса да көңілі түсіп қалды. Оны байқаған пайғамбар алейхиссалам, бауырым, сен көңіліңді түсірме, саған не қажет еді? Қажетіңді айт маған деді. Я Расулалла, оны айтқанмен ешқандай пайдасы жоқ сөз не істеймін айтып деді. Мен қарап тұрмын, сіздің де айыбыңыз емес. Ешнәрсе ала алмаймын, мен көріп тұрмын деді. Пайғамбар алейхиссалам айтты, саған қажет нәрсені мен тауып берем, уайымдама. Менің атымнан дүкенге барды, менің атымнан қарызға жаздырып ала бер деді. Артынан мен өзім барып төлеп қоямын деді. Оны естіген кезде жаңағы сахаба, мұқтаж болып келген адам қайтадан жүзіне күлкі оралып, жүгіріп сонда асығып кетті дейді. Мұны көріп тұрған жанындағы Абу Бакр мен Омар жанында тұрған еді. Омар айтты, я Расулалла, неге өзіңізді сонша қатты қинайсыз? Алла субхана ва тағала Құран кәрімде ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Біз сендердің шамаларың келмеген нәрсені жүктемедік деп айтты емес пе? Сіздің шамаңыз келмеген Алла көріп тұр ғой деп айтқан кезде пайғамбар алейхиссалам Омардың осы сөзін жақтырмағаны жүзінен көрініп қалды дейді. Сол кезде Абу Бакр, я Омар, пайғамбар алейхиссалам не істесе де ол біліп істеп тұр. Бауырым, пайғамбар алейхиссалам бізге өнеге болсын деген амалмен істеді ғой деп айтқанда жүзінен көрінді, пайғамбар алейхиссалам Абу Бакрдың айтқан сөзін қолдаған дейді. Құрметті бауырлар, пайғамбар алейхиссалам демек біреудің қажетін өтеуде Расулалла алейхиссалам ол алғашқы сапта болды. Және бүткіл адамзатқа пайғамбар болып жіберілгендіктен біздерге үлкен ұстаз болды, және біздер сол нәрсені жалғастыруға үлкен өнеге болды.